Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге трайфл рецептісін ұсынамын. Бұл трайфлдың дәмін көрген кезде бірден ғашық болдым. Сіздерге де сол рецепті ұсынғым келеді. Сондай нәзік, сондай дәмді, өте керемет болып шығады. Қонақтарға ұсынсаңыздар да, өздеріңіз жесеңіздер де, отбасыларыңызға да барлығына ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен 300 грамм ұнымызға 30 грамм какаомызды, 1 қасық содамызды және де 1 қасық қосқышымызды қосып, жақсылап осылай електен өткізіп дайындап аламыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және де 300 грамм қантымызды салып, көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Шекеріміз дұрыстап араласу керек. Енді 220 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мен сияқты таразыға өлшеп жасасаңыздар, торттарыңыз керемет болып шығады. Енді осылай қаймағымыз бен ұнымызды 3 бөліп отырып салатын боламыз. Ұнымыз шашырамас үшін осылай бірінші араластырып алған жақсы. Трайфл тортын кез келген бисквитті езіп отырып жасауға болады. Мен осылай өпи-пай тортының қождарынан езіп жасайтын боламын. Осы массамыздан торт қожы дайын болады. Енді соңғы бөлігін салып араластырып аламыз. Біздің қамырымыз осындай болып шығады. Енді пергамент қағазымызға саламыз. Пергаменттің поклан деген түрін пайдаландым. Енді осылай 2 қасық салып отырып, видеода көріп отырғандарыңыздай осылай жайып шығамыз. 180 градуста 5-6 минутта пісіп шығады. Біздің коржымыз дайын болды. Оның піскен-піспеген тексеру үшін осындай ағаш таяқшаны салып тексеріп көреміз. Дайын болған коржымызды барлығын майдалап үгітеміз. Қамырдың қандай болғаны маңызды емес, өйткені бәрібір де майдалап үгітесіз. Осындай үгітілген қамыр шығады. Кремін дайындау үшін бізге сахарный пудра, сливки және де милетта қою кремнен сүзбелі ірімшікті қосамыз. Сливкиімді ыдысқа құйып, қоюланғанша миксерлейтін боламын. Енді үстіне сүзбелі ірімшігімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Креміміз жақсылап араласқаннан кейін үстіне сахарный пудрамызды қосып, арасында түйіршіктер қалмайтындай қылып, осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Креміміз осындай қоюлықта дайын болды. Енді өзіме ыңғайлы болу үшін кондитер қапшығына салып аламын. Трайфлды жасау үшін осындай арнайы ыдыстарды пайдаланамын. Оны кез келген кондитерлік дүкенінен таба аласыздар. Әркім өзі қалаған ыдыстарға да жасай беруге болады. Мен осы ыдысты әдемі көрінетін болғандықтан пайдаланамын. Ең бірінші ыдысымызға осылай кремдерін жағып аламын. Бұл торттың ешқандай да қиындығы жоқ. Үйдегі печеньені де езіп жасасаңыздар болады. Мінекей барлығының бетіне осылай салып шығамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Тағы да қандай торттардың рецептісін білгіңіз келеді, астына жазып қалдырып кетіңіздер. Менің рецептімен жасасаңыздар 100% керемет болып шығатынына сенімдімін. Мінекей қараңыздар, трайфлдарымыз дайын болды. Осындай жабық ыдыста, холодильникте де иістенбейді. Дәміне келетін болсақ, айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.